Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаман әдет деген не? Жаман әдет деген адамның денсаулығына, беделіне зиян келтіретін, соңы өкінішке ұласатын жағымсыз қылықтар. Айталық темекі, арақ, есірткіге құмарту, өтірік айту, жамандау, балағат сөз айту, ұрлау, түкіре беру және тағы басқалар. Жаман әдет қайдан жұғады? Ол айналадағы адамдардан, достардан, көрген бейәдеп фильмдерден, тағы басқалардан жұғады. Әр сәби өмірге таза болмыспен келеді, бірақ уақыт өткен сайын өскен ортасына қарай өзгереді. Жастар көп нәрсеге еліктеп, бір рет істеп көрейін, мен одан қалған уақытымда бас тарта аламын дейді де алданады. Себебі бір еткеніңді екі етерсің, екі еткеніңді үш етерсің, үш еткеніңді әдет етпей не етерсің демекші, екі-үш рет қайталанған іс әдетке айналады да одан құтылу уақыт өткен сайын қиындай түседі. Бұл туралы мына бір ғибратты әңгіменің мазмұны адамға ой саларлық. Бір жігіт жаман әдеттерінен құтылудың жолын сұрап бір данышпанға барады. Данышпан кісі оған: "Сен мына бір жас шыбықты жұлшы" дейді. Жігіт оны оп-оңай жұлып алады. Енді одан жуандауын жұлуды айтады. Ол досын көмекке шақырды. Ал одан да жуан ағашты көрсеткенде көп адам жиналып тартса да оны жұла алмайды. Сонда данышпан: "Көрдің бе, жаман әдеттен бастапқы кезде құтылу оңай. Ол кезде оған өзіңнің шамаң жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал жаман әдет бойға әбден сіңген кезде қанша тырыссаң да одан құтыла алмайсың" деген екен.